Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін кешкі асқа өте керемет болып шығатын, дәмі тіл үйіретін, дәмі балалық кезімізді еске түсіретін кеспе көже дайындадым. Оңай дайындау жолы және қамырын қалай дайындау керек, қалай жаю керек, барлығын видеода көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға ұн салып аламыз 300 граммдай. Және бір жұмыртқаға 10 граммдай су құйып, тұз салып, оны бөлек ыдыста араластырамыз. Араласқан суымызды ұнның бетіне салып, оны жақсылап қолмен иілейміз. Қамырымыз дайын болып, басы біріккеннен кейін оны пакетке орап, сорпа дайындап болғанша қойып қоямыз. Ал енді сорпамызды дайындауға кірісеміз. Жанып тұрған оттың үстіне қазанымызды қойып, мөлшермен май құямыз. Май қызғаннан кейін осылай етін, пиязын, картоплын және басқа да көкөністер қоссаңыздар өз еріктеріңіз. Мен осылай үшеуінен ғана дайындадым. Етімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып аламыз. Және оның үстінен пиязымызды салып, тағы да қуырамыз. Пиязымыз осылай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз және үстінен аздап бір қасықтың болжамындай томатымызды салып, оны да араластырып қуырамыз. Барлығын салып қуырып алғаннан кейін қазанға су құйып, оны қайнағанша бетін жауып қоямыз. Сорпаға өзіңіздің қалауыңызға қарай дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен осылай дәмдеуіш қосып, лавр листін саламын. Сол кезде ол ерекше дәм беретін болады. Ал енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне июі қанған әбден әдемі болып дайын болған қамырымызды осылай бірінші тегістеп алып, оқтаумен жаямыз. Қамырдың диаметрі өте жұқа болу керек. Сол кезде өте әдемі болады. Осындай әдіспен жайсаңыздар да тезірек боласыздар. Сонда шеттері қалың болмайтын болады. Қамырды жайып болғаннан кейін арасына көбірек ұн шашып, осылай оқтаумен орап түсіріп аламыз. Және ортасынан бөліп, қамырды кесуге дайындаймыз. Барынша жіңішке етіп, шаштай етіп турасаңыздар, тамағыңыз өте әдемі шығады. Қамырымызды осылай жіңішке етіп, шаштай етіп турап алдық. Мінекей, олар бір-біріне жабыспайды, өте әдемі болып шығады. Осылай ұнынан тазартамыз. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне, міндетті түрде сорпа қайнап тұру керек. Қамырымызды салып, бұрқ еткізіп, бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін тағамымыз өте дәмді әрі дайын болады. Және тұз салуды ұмыт кетпеңіздер. Мен қамырдың тұзына қарай дәмін көріп саламын. Алдын ала салуға болмайды, ащы болып кетеді олай істесеңіздер. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын, сорпамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балалық шақтарыңызға ораласыздар, өте қатты. Дәмі енді керемет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписация етіп кетіңіздер.